Ассалаумағалейкум достар. Бүгінгі видеода Оспан Батырдың ерлігі туралы айтатын боламыз. Қазақ туралы ең көп негіздер жазған орыс және де Қытай тарихшылары таңқаларлық жайы бар. Өйткені қазақ ертеден салт дәстүріне берік, балаларын ерлікке ғана емес, ар-ұятқа, жетімді жемеп, жалғызды жанына тарта білген бұл негіздерде қазақ тарихы болмаған, ондай елде болмаған дерге айтарым. Елім менен жерім деген батырлар жоңғарды да түп тамырына дейін құртты, қалмақты да өз жайына қойды. Жерің алам деген елдерге өз хан өзіне тұншықтырып, елге аттап баспайтындай жағдайға келтірді. Қазақ батырларын талқылап жатқанымыз соң Абылай ханның мына сөзі жүрегіме елжірете түсті. Дос болғанға құшақ жаяр доспыз, қас болғанға қиып түсер қылышпыз. Тарихи деректерге сүйенсек, 300-ге бөлінген мыңнан аса руды бір туасына біріктірген Абылай елді басқарған ерлер алдыменен жорыққа аттанбас бұрын ауыл қарияларынан бата алып үлкенді сыйлаған қазақпыз. Ешқандай да жорықтан жеңіліспен оралмағанымыз да сондықтан шығар. Оспан исламына келетін болсақ, батырдың ерлігіменен қазақ тарихында және зұлым советтік саясатта былығы белшесінен батып жатқанда қазақ елі жойылмау, берілмеу үшін алғашқы қатарларда орын алды. Алдыменен Оспанның шыққан тегіне келсек, орта жүз керей. Сондықтан да Моңғолиядағы 1,5 миллион астам қазақтардың ішінде басым көпшілігі керейден тұрды. Дәл осы кезекте Оспан Батыр көтеріліске қазақтар тәуелсіз елі болу үшін, жеке мемлекет болып саналу үшін Шығыс Түркістан ұлт-азаттық көтерілісінде 1940 жылы және де 1951 жылдары, яғни 11 жыл бойы Кеңес одағымен және де Қытай коммунистік партиясымен соғысты. Қазақты сақтап қалудың амалын бәрін ғана емес, өз жанында құрбан қылған. Оспан заманы орыс пенен неміс, қара Қытай, қызыл Қытай болып қырқысқан жер бетін өрт шарпышқан алсапыран кезеңінде күрестің басында орайлы сәттер болғанымен, екінші дүниежүзілік соғыс және жеңіске жеткеннен соң Оспан артық бас ауруға айналды. Кеңес үкіметі жасырын түрде оның көзін құртуға тапсырма берді. Бұл тапсырма 4 бағытта жүрілді. Ал Оспанға қарсы құрылған екінші қақпан Моңғолия үкіметіне жүктелді. Сан түрлі алай қастандық ұйымдастырылды. Үшінші бағыт Кеңес одағы бақты шекарасы арқылы жасырын адамдар кіргізіп, оларды керейше киіндіріп, Тарбағатай аймағын Қобықсары, Дәрбілжен секілді Алтай мен қанаттас шағын ауылдарын шапқызып, біз Оспанның адамымыз дегізді. Оспан тонаушы банды бейнесінде көрсетіп, халықты оған қарсы қойды. Рулар ара қақтығыс қоздырып, қазақты қазаққа салып құртпақ болды. Төртінші бағыт Оспанның туысқан дарын жерлес жақын адамдарын ішіндегі оған пенделік, өкпе, ренші болғандарын айдап салды. Аспанға ұшқан ақ қиық қыран бізді, көздеріміз аспанға ұшсам қанатым талады, жерге қонсам жайылыр, шора болады деп мұңайтатын болған деседі. Сол секілді Оспанның өрісі тірілді, жауы көбейді. Соныменен еліміздің ұланын қазақтың ең соңғы батыр екенін мойындауымыз керек. Дәл осы тарих беттерін көп бұрмалау жорыққа ұшыраған білеміз. 1951 жылы 29 сәуір мыңдаған Қытай әскері Оспан Батырды зорға дегенде мыңдаған әскерімен ұстайды. Дәл осы бетте Оспан Батыр қанша күш көрсетсе де, бұл жерде мыңдаған әскерге төтеп беру қиын болды. 1951 жыл 29 сәуір Оспан Батырды ату жазасына кесті.